Ассалаумағалейкум, құрметті қазкөлік көрермендері, қалайсыздар? Мінекей біз Грузиядамыз, қарайған көлік бар. Қазір бағаларын көрсетіп шығамыз. Бізбен бірге болыңыздар. Достар, және күнделікті көргізгіміз келсе, көліктердің бағаларын Instagram бар, TikTok бар. Сояққа тіркеліп қойсаңыздар болады, осы видеоның астына қоямын. Ендеше қарайған көліктер бар, бағаларын көрейік кеттік. Subaru Forester әдемі көлік. Жылы 18. Қазір көреміз бағасын 13.500. 24 мың жүрген екен, 18, 2-де 5 көлеммен. Әдемі. Көліктің көлемі де әдемі, жылы да әдемі. Бағасы да әдемі сияқты. Так, бесключевой доступпен ашық тұр екен. Алдыңғы екі терезе авто, память сиденье, плавающий сиденье. Мінекей подогрев бар, алдыңғы екі орындықтарда. Start, stop, engine. Дерзкий субариктер ғой. Тапай бересіңдер, тегін жаға құмға тебетін зат ғой. Подлокотник. Барлығы бар мына жерде. Мультируль. Экрандарда жақсы екен. Датчик слепых зон. Корректор фар. Subaru Outback. 7300, 106 мың жүрген екен. Люк жоқ. Бағасын қараңыздар, 7300, 12 жылғы 2-де 5 көлеммен. Әрине бұларды Қазақстанға официальный кіргізу болады. Растамош жасап. Іштері мата. Подогрев бар екен, мата болғанмен. Subaru Outback АВД. Көрдіңіздер, 7300 ба? Қандай еді? Бұл саудасы болады, 7600 деңгейге де береді. Осылай. Қасында мынауда тұр екен, көрсете керек. Highlander 22500 сұрап тұр. 14 жылғы 3-де 5 көлеммен 47 мың мил жүрген лимитед дейді. Полный комплектация. Толық яғни. Қазақша айтқанда. Бесключевой, старт-стоп, кожа, вентиляция, подогрев. Шын жаның рахаты ғой. Осы көлікке жақсы негізі, семейный көлікке. Лимитед. Highlander дейсің. 4 ВД. Ең жақсы, бағасы да ыңғайлы, жақсы, сол әдемі көліктердің бірі. Forester көп сұрайды негізі. Ал алдарыңызда американец 70-тік 18 жылғы Эле нұсқасында. Эле болғанмен достар, бұна старт-стоп бар және бесключевой доступ бар. Еще мынандай датчик слепых зон бар, міне бесключевой доступ. Іші мата. 31 мың мил жүрген, 16700, 18 жылғы. Арзан, люк жоқ. Мен 70-тіктердің бағасы. Toyota Sienna жанұялық көліктердің бірі, 146 мың мил жүрген, бірақ 17 мың сұрап тұр, 17 жылға 3-де 5 көлеммен. Люк жоқ, іші полный кожа. Көрдіңіздер. Барлық терезелер автокен, капитанский орындықтар. Екінші ряд Sienna ақ түс. 17 жылға 17 мың доллар. Осылай достар, Sienna'лардың бағасы. Жылдары қай жылға бағаларды сол жылы сондай болады. Линзовый фар. Дерзкий. Корейлік көлік алды енді. 16 жылғы дейді, екілік көлеммен 8-де 8. 8800 доллар. Титанк емес, простой. Колпак кигізіп қойған. Таза простой деймін, еще ішінде матамен Elantra екілік көлеммен 8 сұрап тұр. Ал осылай баға сұрағандар. Бірақ енді әртүрлі бағада табуға болады. 17 жылғы санатаны қараңызшы достар, жанып тұр кәдімгі. Керамика ғой, жалтыратып қойыпты. 12800 сұрап тұр. 17 жылғы 2-де 4 көлеммен, бесключевой доступпен. Іштері мата болады бұлардың көбісі. Подогрев бар. Пуш-стартпен кәдімгі дерзкий. Кармакс дейді ғой, саната. Дерзкий санаталар. 17 жылғы бағаларын сұрағандарға
датчик слиповых зонамен бар екен, 12.800. Әрине түседі бағасын. 2015 Kia Optima деген корейстер 96.000 миль жүрген, 9.300 сұрап тұр, 2/4 көлеммен 15 жылға. Бағалары қымбаттап атқан сияқты ғой, что-то. Тұрған сайын қымбаттап атыр қазір көліктер. Optima 15 жылға. Бағаларын сұрағандарға міне достар, бағалар. Көрдіңіздер ме? Кілт пен мата кәдімгі простой. Chevrolet Cruze нағыз американдық көлік. Таза сүйегі бәрі Америкадан шыққан. Cruze деген. Бағасы 9.500, 18 жылғы 1/4. Әдемі ғой, 1/4. Жауық тұр екен. LT комплектация. Қазір Малибуларды көрсетем. 26.000 миль жүрген Малибу. Аппаға. Таза американстар ғой. 26.000 жүрген. $15.700 сұрап тұр ғой. 22 жылғы 1/5 турбо. Не деген көлемді қой. Негізі жақсы жүреді 1/5 болғанмен. Жіп жіңішке екен. 5 ключевой достығымен. Шмата, старт, стоп. Малибу. LT дейтін комплектация. Ақ. Люк жоқ. Осылай міне. Малибулардың бағасы 22 жылға. Әрине саудасы болады. Барынша түсіреміз болады. 20 жылғы RAV4 соңғы кузов. Қараңыздар, бағасы $27.000. 21 жылғы 2/5. Аппақ түс екен. Қара титанка RAV4 еле нұсқасында 4 дөңгелек тебеді. Осы жерде бағасы $27.000. Еле нұсқасы қара криша, ақ асты. Ал қасындағы RAV4 $33.000 сұрап тұр. 21 жылғы, бұл да 2/5 көлеммен. Люк бар екен, 5 ключевой доступ, старт стоппен, іші кожа, подогрев, вентиляциясымен мынау. Деріске тұр ғой мынау. Limited дейді бәсе. 4 дөңгелек айналып тұрады тек қызметіңізде. Қауіпті аймақтың датчиктері. Осылай RAV4-тің бағасы. Еле нұсқасы мынаяқта былай көп, RAV4-тер көп. Lexus'терді көрсетіп кетейік. Lexus IS $31.000 сұрап тұр. 20 жылғы таза 3/5 көлеммен. 14.000 миль жүрген екен бар жоғы. Мына 17.500 Lexus GS 88.000 миль жүрген гибрид бірақ 13 жылғы. Гибрид деген білесіздер ғой, тоқпен бензинмен жүреді. Бензинге газ қойып алсаңыз болады. GS 450H деген осындай бағалары. 14 жылғы Lexus RX 350 F-Sport деген түрі 130.000 мильмен 130 мильге дейін келген екен. 26.500 сұрап тұр бағасын, қараңыздар. 14 жылғы 3/5 көлеммен. Әдемі екен, бірақ аппақ жанты. Белый жемчуг деймі, подогревпен және вентиляциясымен бар. 5 ключевой доступ, старт, стоп. Комплектация жақсы. RX 350. Парктрониктермен барлығы. Датчик слепых зон. Осылай. Lexus RX 14 жылғы. Lexus 460 достар. Lexus'тың бір шетінен көрсетіп жайын енді. 26.500 сұрап тұр. Бұл да RX-тен қарағанда мынау дерсік сияқты. Мынау бірақ 12 жылғы. Бұл 13 ба. Мынау историялары барлығы. Люкпен. Бұл да 5 ключевой доступ, старт, стоп, вентиляция, подогрев барлығы бар. Іші сұр түс екен әдемі. Дерсік көліктер бар, рамный. GX 460. Бағасы 26.500. Ал достар, енді сіздер үшін көліктің бағаларын түсіріп шықтық. Қалай екен? Комментарияға жазып кетіңіздер. Қазақстаннан қарағанда арзан ба, қымбат па деген сияқты. Солай достар, және каналға тіркелуді ұмытпаңыздар. Ендеше қош сау болыңыздар, бірге болыңыздар.